Қайырлы кеш оқырман. Үштік шыққан еді. Айда, Нұрдәулет және Аруна. Айда таңда іштегін ақтарып жатқан еді Instagram желісінде. Қазір болса барлық жазғанын өшіріп тастады. Нұрдәулеттің тарабынан болса ешқандай үндеу болмады. Аруна бір жазбаларын өшіріп, бір жазбаларын қалдырды. Жазғанына қарағанда арада түсініспеушілік болып шешкен секілді. Бір жазбасында осылай деді: біз сөйлесіп түсініспеген жерді айтып алдық. Қыз баласы болғасын, Айданың состояниесін түсіндім. Кешірім сұрастық, түсіністік қай кезде қалай болды барлығын. Айда бұйыртса барлығы жақсы болады. Сенің де бір бақыттан бағың жанады. 1 сағат сөйлеспіз деді Аруна. Және Нұрдәулет жайлы айтқаны осылай: мен ешкімнің күйеуімен кездескем жоқ. Просто бұл видеоны олар үйленген соң көрген Айда. Ажырасуларына мен нақты себеп емеспін. Айда екеуміз сөйлесіп түсінісіп мирно шешіп алдық. Сондықтан кінәлап босқа амал дәптерлеріңізді кірлете бермеңіздер. Не болса соны жазып деді Аруна. Қалай жалғасы да арты, ол белгісіз. Оңынан шешілер деген ойдамыз.